Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгін біз әсем даусымен жарты әлемді тамсандырып, 30-дан астам тілде ән салған ержүрек майдангер әнші қазақтың бұлбұл қызы Роза Бағланова жайлы сыр шертпекпіз. Роза Бағланова 1922 жылдың қаңтардың 1-ші жұлдызында Құтты мекен Қызылорда облысының Қазалы өңірінде Тәжібай есімді азаматтың отбасында дүние есігін ашады. Айналайын халқымнан еркелеткен атты кітабында ол әкесінің ағылшын, француз, неміс, парсы, араб, өзбек, қазақ, орыс тілдерін жетік білгенін, Қазан төңкерісінде Бұхара әмірлігінің жоғары офицер шенінде қызмет еткені жазады. Ол кішкентайынан өнерге әуес болып өсті. Әжесі Күндей мен анасы Ақкүріштің айтқан Жайдарман, Қараторғай, Айнакөз, Екі жирен деген әндері әншінің көкейінде мәңгіге жатталып қала берді. Мұны біз Күндей әжем маған ән айтуды үйретті. Ол кезде ауылда радио жоқ еді. Ұзақ кештерде әжем сырмақтар мен көрпелерді тігіп ән айтты. Мен оған қосылып ән айтуды үйрендім, деп жазған әншінің естеліктерінен біле аламыз. Роза Бағланованың өнердегі жолы ең алғаш Өзбекстан филармониясының сахнасында басталады. Халықтың әнші даусына тәнті болғаны сонша, жас қызға Ташкент шаһарының орталығынан 5 қабатты үй беріліп, тіпті Мәскеудегі консерваторияда жолдама береді. Дегенмен 1941 жылы 22 маусымда басталған сұм соғыс өнер әлеміне енді ғана қадам басқан Розаның да үмітін үзгендей болды. Көп ұзамай филармония әртістермен бірге майдан шөптерінен әскерлерге өнер көрсету үшін аттанып, сұрапыл майданда жауынгерлерге рухани дем беріп, талай ұйқысыз түндерді басынан өткерді. Ұлы отан соғысына қатысқаны әншінің шығармашылық өмір баянында ерекше орын алатын оқиға. Соғыстың алғашқы күндерінен ақ 19 жастағы Роза майдан бригадаларының әйелдерімен ән би ансамблінің құрамында майданға аттанды. Ол кезде Өзбек филармониясының әншісі болған. Алғашқы 3 айдың өзінде ұжым 70-тен астам концерт берді. Ол өзінің әндерімен кеңес жауынгерлерінің рухын көтерді. Оның репертуарындағы Катюша, Ақ Самара городок, Көк орамал, Тальяночка және басқалары майдангерлер арасында сұранысқа ие болғаны сонша, мұны майдангерлердің әншіге жазған хаттарында да атап өтті. Ол барлық майдандарда концерттер берді. Соның ішінде Мәскеу түбіндегі қазақстандық Панфилов дивизиясының алдында өнер көрсетті. Ауруханаларда жараланғандарға ән айтып, кезекшілік етіп, қамқорлық жасады. Тәртіп сақшыларымен бірге жараланған сарбаздарды ұрыс даласынан шығарған жағдайлар да болды. Роза Бағланова концерттерін дүние жүзі бойынша беріп қана қоймай, әр концертте барған елдің әйгілі өлеңмен бастаған. Сонымен қатар, ондай өлеңдерді біздің елімізде радио бойынша да шырқады. Мәселен, Биле словакиялық полкасы, Кәрістің Таради өлеңі, бүкіл одақ бойынша ең алғашқы болып Кубин революциясының 26 шілде атты әнұранын орындаған. Мінеки Роза Бағланова болды.
халық сүйіктісі атанған Роза Бағланова әрқашан жанды дауыспен ән шырқаған. Ахмет Жұбанов, Латиф Хамиди, Еркеғали Рахмадиев, Бақытжан Байқадамов, Шәмші Қалдаяқов секілді композиторлар Розаның шығармашылығына арнап өлеңдер шығарған. Мысалы, Ақ көгершін, Бейбітшілік ту, Берік қолда, Асыл арман және тағы басқа. Роза Бағланованың біздің арамызда жоқ болғанына 10 жылдан асса да, ол әрқашан халық жадында қалады. Ал бұл әртістің нағыз тума талант иесі екенін дәлелдейді. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.